информатика кабинетінің қауіпсіздік ережесімен танысып алайық. Информатика кабинетіне мұғалімнің рұқсатынсыз кіруге болмайды. Компьютерге қосылған сымдарды ұстауға болмайды. Мұғалімнің көмегімен ғана компьютерді қосып, өшіру керек. Рұқсатсыз жүруге, орын ауыстыруға, артық іс-әрекеттер жасауға болмайды. Мониторды орнынан қозғауға болмайды. Жұмыс орнына артық заттар қоюға болмайды. Пернетақтаға бөгде зат қоюға болмайды. Ылғал киіммен, су қолмен компьютерді қолдануға болмайды. Компьютерде жұмыс жасағанда тамақтануға болмайды. Жағымсыз иістер мен дыбыстар байқалса, мұғалімге дереу хабарлау керек. Сонымен қатар, компьютер алдында дұрыс отыру ережесі. Монитор мен көздің арақашықтығы 60-70 см болуы керек. Екі аяқты еденге түзу қою қажет. Арқаны орындыққа тигізіп, басты сәл еңкейтіп, еркін отыру керек. Компьютермен жұмыс кезінде көзге арналған жаттығуларды орындап отыру керек. Балалар компьютерде 10-15 минут уақыт қана жұмыс істей алады. Міне балалар, осындай қауіпсіздік ережелері. Бұл ережелерді үнемі есте сақтап, қолданып отырған жөн. Қауіпсіздік техникасының ережесі және жұмыс орнын ұйымдастыру. Есте сақтаңдар. Әрбір жұмыс орнына адам өміріне қауіпті тоқ кернеуі жүргізілген. Жұмыс істеу барысында аса мұқият болған абзал. Компьютерлік сыныпқа ақырын, асықпай, бір-біріңді итермей, жиһаздарды және құрылғыларды қағып өтпей, оқытушының рұқсатымен ғана кіріңдер. Оқытушының рұқсатынсыз компьютерді қосып, өшірмеңдер. Біріктіруші шоғыр сымдардың ажыратқыштары мен қорек сымдарға тиіспеңдер. Экранға және монитордың артқы жағына тиіспеңдер. Жұмыс орнына бөгде заттар қоймаңдар. Сыныпқа сырттан адамдар кіргенде орындарыңнан тұрмаңдар. Құрылғы жұмысындағы ақаулықты өз беттерімен жөндеуге талпынбаңдар. Пернетақтаны таза әрі құрғақ қолмен басыңдар. Пернені ақырын ғана басып, қатты соққы жасамаңдар және пернені басылған күйінде ұзақ ұстап тұрмаңдар. Есте сақтаңдар. Сақтық шараларын ескермесе, компьютермен жұмыс істеу денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Денсаулыққа зиян келтірмес үшін, құрылғы бұзылмас үшін келесі қарапайым ережелерді сақтаған жөн. Компьютерге дұрыс отырмау иық пен белдің ауруына себепші болуы мүмкін. Сондықтан да компьютерге емін-еркін, бүкіреймей, еңкеймей және орындықтың арқасына қарай шалқаймай отырыңдар. Аяқтарыңды түзу ұстап, жерге қойыңдар. Екі аяқтарын қатар тұрсын. Созбаңдар және бүкпеңдер. Егер орындықтың биіктігін реттеуге мүмкіндік бар болса, онда оны иық пен білектің арасындағы бұрыш тікбұрыштан сәл үлкендеу болатындай етіп реттеген жөн. Адамның денесі үстелден 15-16 см қашықтықта болуы тиіс. Қарау сызығы экранның ортасына қарай бағытталуы қажет. Егер үнемі тағып жүруге арналған көзілдіріктерің болса, көзілдірікпен жұмыс істеңдер. Жұмыс істеу барысында иықтарыңды бос ұстап, шынтақтарыңды денеге сәл тигізіп отыру шарт. Білектерің пернетақтамен бірдей биіктікте тұруы керек. Ұзақ уақыт тапжылмай жұмыс істегенде адамның көзі талады. Сондықтан әрбір 5 минут сайын көздеріңді экраннан алып, алыста тұрған бір затқа қараңдар.